Күні кеше елордамыздағы Тәуелсіздік сарайында жас суретші әрі мүсінші Сырым Мүсіреповтің жеке көрмесі ашылды. Жастарын алғашқы көрмесін өмірінің алғашқы белесіне балап, жаңа бастау деп атапты. Бұл ұлттық өнердің, кескіндеме, мүсін өнердің бір ерекше көзқарасы. Яғни болашақ сабақтастығымен, сонымен қатар қазіргі заманауи жастардың көзқарасымен дайындалған жұмыстарының сондай жиынтығы. Дінменен, мәдениетпен және де ғылыммен келетін дүниелер. Оны табиғаттың өзі айтады. Яғни көре білетін көз керек, сезіне білетін жүрек керек. Сырым Қазақ ұлттық өнер университетінің 2-ші курс студенті. 2007 жылдан бері түрлі шығармашылық байқаулар мен фестивальдерге қатысып келеді. Ұстаздары мен достары оның биік белестерді бағындыруына тілектестігін білдірді. Сырым бізде өте талантты студент. Шәкірттердің арасында өте еңбекқор, өзі ісін жеткізе білетін, өзі ойын, философиялық ойын жеткізе алады. Сырым жұмыстарын байқайтын болсаңыздар, шынайы көзқарас, кәсібилік және де бір айта кететін ерекшелігі бір фантазиялық, бір болашаққа деген шынайы фантазиялық көзқарас деп айтсақ болады. Шығармашылық көрмеде жұрт назарына ұсынылған туындылар 3 кезеңге бөлінген: шабыт, эволюция және тарих толқыны. Бұл кезеңдер шебердің өнері мен өміріне негізделген. Әрбір мүсінде автордың өзіндік қолтаңбасы байқалады. Стиль мен жаңа әдістер мүсіндердің шынайы шығуына өзгеше әсер еткендей. Түрлі материалдар мен бояулар қосу арқылы Сырым мүсінге динамика мен түрлі эмоция беруге тырысқан. Бір ай бойы жалғасын табатын жаңа бастау көрмесінің мақсаты қала тұрғындары мен қонақтарына шығармашылық шабыт сыйлау.